Қайырлы күн жақсыларым. Бүгін сіздермен өте дәмді жұмсақ күлше нан дайындайтын боламыз. Ал сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Осы видеода 7 кішілеу күлше нан пісірдім. Мини лепешки. Видеоның сипаттамасына құрамына қандай затты, қандай мөлшерде қостым, соны жазып өтемін. Ең алдымен бір кесе жылы суға 1 қасық қантты салып араластырып аламыз. Оның үстіне 1 қасық толы дрожжды қосып араластырдым. Егер сіздерге тез ашығаны керек болса, 1,5-2 қасықтай қоссаңыз болады. Жақсылап араластырып аламыз. Әбден араластырып болғасын бетін жауып 15 минутқа қоямыз. Айтылған уақыт өткесін өстіп ашып көреміз. Әбден көтерілуі керек. Осылай көтерілген болса, наныңыз да жақсы ашиды. Ал егер көтерілмей қалса, онда басқа дрожжды қолданып көріңіз. Бір ыдысқа өте жұмсақ болып ерітілген майға 1 қасық қант салып, кішкене тұз салып, үстіне жылы су мен сүтті құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне жаңағы ашыған осы ашытқымызды құямыз. Осы видеода жоғарғы сұрыпты ұнды қолдандым. Ұнды аз мөлшерден елеп отырып қосамыз. Ары қарай қасықпен араластырып, қанша сіңіреді, соншасын көріп отырамыз. Қамырымыз тығыз болып кетпеу керек. Сол үшін ұнды аздан қосамыз. Осылай бірнеше рет жасап, өте жұмсақ қамыр елейміз. Егер қамырыңыз қатты иленіп кетсе, онда наныңыз да қатты болып қалуы мүмкін. Менің мына жерде жұмсақ қамырым дайын болды. Осы жұмсақ әдемі қамырымызды бетін жауып орап жылы жерге қоямыз. 1 сағат өтпей жатып өстіп көтерілгенін басып қайтарып қоямыз. Екінші рет қайта көтерілген кезде өстіп ұн салған дастарханымызға түсіріп аламыз. Қамырымызды бірнеше бөлікке бөлеміз. Ар бөлігін шамалас болу үшін өстіп таразының көмегімен өлшеп алдым. Мендегі қамырдың ар бөлігі 145 грамм мен 150 грамм арасында болды. Осылай әдемілеп домалақтап аламыз. Нанды пісіретін ыдысымыздың бетіне пергамент қағазын төсеп, бірден соған орналастырғанымыз ыңғайлы болады. Әр бөлігін осылай әдемілеп, домалақтап, өлшеп алып салатын боламыз. Мен осындай кішкентай таразыны қолдандым. Әр бөлігін өлшеп алдым. Шамамен мөлшері осындай болып шықты. Кішкене қамырларымды өстіп орналастырып, арасын алшақ қылып қойыңыздар. Үстінен жайлап басып шығамыз. Сосын 15-20 минут тындырамыз. Егер жақындап кетсе, кішкене алыстатыңыздар. Пішіндерін шамалас жасауға тырысамыз. Жасап болғаннан кейін бетін жауып қоямыз. Шамамен 20 минут өтті. Нандарымызды ашып көреміз. Тағы да әдемі болып көтеріліпті. Енді бұған пісірген кезде қандай болу керек, сондай пішін беруге тырысамыз. Маған ортасы қатты жұқа болған ұнамайды, сондықтан өте қатты баспадым. Егер сіздерге ұнап жатса, қаттырақ басып, және де шанышқының көмегімен де басып жүрсеңіз болады. Мен осылай 4-еуін бір бөлек, және 3-еуін бір бөлек пісірдім. Біздің отбасымызға 7 күлше нан 1-2 күнге жеткілікті. Егер сіздерге аз болып жатса, онда көбейтіп жасайсыздар. Жұмыртқа мен сүтті араластырып, әрбір күлше нанның бетіне жақсылап жағып шығамыз. Егер көп жағылып кетіп жатса, ештен кетпейді, оның барлығы сіңіп кетеді. Жұмыртқаны жағып болғасын әсемдеуге кірісеміз. Мак пен кунжутты қолдансаңыз болады. Маған таза кунжуттың өзі ұнайды, сол үшін тек қана кунжутты қостым. Кунжуттың көп себілгенін жақсы көремін.
Сіздер аздан немесе ортасына ғана сепсеңіздер болады. Бұл күлше нанды пісірткен кезде қатты қызартпай ақшылдау қылып алсаңыз, жұмсақтығы көп күнге сақталынады, жұп-жұмсақ болып тұрады. Менікі сәл қызарып кетіпті, бірақ сонда да жұп-жұмсақ дәмді болып шығыпты. Күлше нандарымыз үлпілдек, жұп-жұмсақ. Немен жесеңіз де жақсы жүреді. Сары май жағып жесеңіз де болады. Осы видеоның астына пікіріңізді жазып, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Келесі кездескенше.